Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Көптен түсірілмей кеттім. Бүгінгі сіздерге тақырыбым күз айында не істеуге болады, не заттарды өсіруге болады, қандай өсімдіктерді өсіруге болады, және де менде қазіргі кезде нелер өсіп жатыр. Яғни көк болсын, қандай не заттар сол өсіп жатқан соң көрсетейін сіздерге. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, енді күн жайлап салқындап жатыр. Мына жерде енді әлі жуаларымыз бар, пияздарымыз, көк пияздарымыз. Суарса негізі шығады. Көктемде шығады, сосын күзге таман осындай уақытта шығады. Так, мына жерде капуста қалды. Яғни ішіне брусельский қалды, қалғандарын бәрін тауыққа беріп тастап жатырмын. Брусельский міне бастап шығып жатыр. Өте жайып піседі екен. Енді ғана күш алып бастап жатыр. Мыналарда да сол. Мына жапырақтар негізі ала беруге болады. Мыналар өздері оған қатысы жоқ. Өсе береді. Тағы көрсетейін. Мына жерде қарасаңыздар, міне жайлап пісіп жатыр. Мына жақтарында асылар уже тіпті үлкен болып кетті. Бұларды алуға болады. Жайлап, енді мыналарды қалды тауықтарға беріп жатырмын. Огородта жайлап біртіндеп тазарып жатыр, бірақ та шөптер қала береді. Себебі қазір қазғаннан ешқандай не жоқ. Қалай айтсам болады. Қазудың керегі жоқ. Көктемде берсе қазатын боламыз. Жүрегі нашарлар қарамасын деп айтайын, сіздерге кеше енді өкінішке орай 4 тауығымызды өзіміз сойып алған болатынбыз. Соның арасынша бір тауық бізде болатын, бөлек жүретін. Огородта өзі бөлек жүреді, постоянно бөлек жүретін болғасын біз мән бермей сол енді үнемі қуып жібереміз. Сол қарай сосын өзі тағы жүрген кезде енді қарап атсақ, жоқ, қарасақ, міне өзі жатыр. Өзі жатқанда денесі жатыр, тек басы жоқ. Қарасақ, кәдімгі кішкентай мышық басынан ұстап, басын жұлып алған. Сол себептен оны арам өлгендіктен өрте жүрген болатынбыз. Міне өкінішке орай туып жүрген тауығымыз еді, енді амал жоқ. Сол себептен енді балапандарды оказывается, балапандар енді оларға тіпті тауықты алып тұрғасын, балапан енді оларға ештеңе емес екен. 18 балапан, 3 балапаны жоқ. Сол себептен енді шығармайтын болдық. Себебі қазіргі кезде мышықтардың барлығы аш болғасын, тіпті тауықтарға шейін шабуыл жасап басынан алып тұр. Басын ортасына шейін жұлып алған, енді қорланып өлген десек те болады. Сол себептен тауықтарды шығармай отырмыз. Бір жағынан ойлаймын, тауықты не істемесек, біз балапанда жайып әлі жүре беретін шығармыз деп. Біз балапанды да өсіп қалған алмай терсек, олар тауықты алып тұр. Сол себептен енді осылай өте жібердік, енді содан жет шығар. Міне осы жерде көң бар ғой, мына жерде көңде жайылып жүретін. Содан жайылып жүрген кезде ол өзінің бөлек болғанын пайдаланып шабуыл жасаған, сол жерден тауып алдық. Енді өзі әдет жаман, сол өзі бөлек жүреді постоянно. Осы бөлек жүргесін ондай тауықты ала алмайтын жерде ойлап тұрық. Бірақ сол дауыста шыққан жоқ. Какой-то бір сағаттың арасында тек несеп сап тұр. Просто ештеңе емес ол, бірақ қана туып тұрған тауық болғасын ішің күйеді екен, енді амал жоқ. Бас аман болсын, самое главное. Жылыжайға да келдік. Жылыжайда енді ондай қатты өзгеріс жоқ. Бірақ та мына жерде мен салат жапырағы жайлап енді бастап шығып жатыр. Бұл салат жапырағы андай капуста тәріздес емес, обычный салат жапырағы. Міне енді кішкене күн жетіңкіремей тұр. Мыналар редискілер бір жерден шыға ма шықпай ма білмеймін. Тоже күн жетіспей тұр. Енді барымша көміп жатырмын араларын. Ондай әзір ештеңе емес. Мына жуалар жайлап күнбе-күн жеп отырмыз. Редискі мына жерге де еккенмін, енді кішкене орталарын салып салмаса. Так, дайконды да білмеймін, бірінші ектім, қалай болады екен. Мына жерге жусай жуасы бар, соны еккен болатын. Мынаны локшнит деп дедік. Кішкене ол да жайлап егіп қойдым. Қиярларды үсіріп алдым, қияр үсіп кетті, ол шыдамады. Әнжеделер бар, енді оларды алып тастайым шығар. Алып тастайым, себебі бұл жерде бидай егіп тастадым мына жерлерге, жаңағыдай тауықтарға. Мына жерге басқа салат жапырағын еккен болатынмын. Өте кішкене жапырақ қатты болады. Сол мен күшті болып шығып жатыр, бұйыртса үйге де алатын боламын. Укроптар, алдында қалып қойған жуалар мені қалықтырып жатыр, солардан шыққаны. Сізге қызанақты көрсетейін. Қызанақ енді әзірге шамалы шығып, көп гүлдерін алып тастадым. Сары түрі екен, міне жайлап бастап сары қызарып жатыр. Мына жерде де міне пияздар бар, жайлап өсіп жатыр. Мына жерге де пиязды егіп тастауым керек болып тұр. Ал мына жердегі редискілерді көрсеңіздер, бұларды жауып тастамаса шықпай қалды, себебі күн жетіспейді. Сол себептен енді жапырақ енді жұлып тастайым шығар. Мынау мына жердегі пияздар, енді пияз деп болған бидай және де арпа екеуі де бар. Бұларды әзірге алмаймын, себебі қалай айтсам болады, кішкене күзге таман, әбден қысқа таман беретін боламын. Әзірге оған шейін кеше жаңбыр жауды, жаңбырмен өздер ана жерінен ағып
суарып тұр. Міне көріп тұрсаңыздар, ішінде арпа да бар, не де бар. Өсіру өте оңай. Міне қарасаңыздар, қазіргі кезде бір 20 сантиметрде болып қалды өсуіне. Әлде де өсіре беремін. Так, және тағы не бар менде? Бұл жерде укроп. Міне көріп тұрсаңыздар, укроп бар. Укропты әзірге үйге апарып жатқан жоқпын, себебі жылыжайда қанша дегенмен күн кішкене көбірек үйден қарағанда. Сол себептен әлі жылыжайда тұр. Міне күннің көзіне әбден өскеннен кейін барып үйге кіргізетін боламын. Көрдіңіздер ме, қандай жап-жасыл. Енді ғана жайлап өсінділер шығып жатыр. Сол себептен әзірге алмаймын. Және де тағы біреу, міне петрушканы еккен болатымын. Петрушка да күшті қылып, міне несін алып кетті. Бұйыртса бұнда үйге кіргізетін боламын. Әзірге өсе тұрады. Және де сіздер қызықтайтайын, қараңыздар. Петуниялар. Бидайды дайындап қойдым. Кеше еккеннен қалғаны. Былтырғы бидай. Биылда тағы да берсе еккенде шығып жатыр. Сол себептен так. Ішінде нелер де бар? Шемшкілер де бар екен ішінде. Шемшкілер де бар екен. Соны егіп тастадым. Енді қалғанын тағы мына жерде. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, арнайы осылай істеп қойдым. Соған бидайды егетін боламын. Ананы беріп болғаннан кейін осылай істеп. Яғни егерде тауық болса, осылай үнемі жасыл шөппен қамтамасыз етуге болады. Және де көрсетейін сіздерге. Айтып тұрмын, мен бүкіл жерге ектім. Мынаны алдынан да өсіп тұрған кезде осылай горшогымен берген, бәрін төмешен жеп қойған. Енді міне қайттан ектім. Оларға деген неміз себебінде 50 шақты тауық болғандықтан, соны енді қаншамасын азайттық. Кеше енді 4-өн сойып, оның біреу өзі өліп қалды. Оны енді өртеп жібердік. 3 балапан жоқ, сонымен сөйтіп азайтты. Енді биылға болды. Өртеп жібердік. Енді арам өлгесін ол қанша дегенмен енді. Арам өлген ол Алла көріп тұр, қанша деген істеген. Сол себептен тауық мышыққа не болсын деп өртеп жібердік. Сол міне көріп тұрсаңыздар, өте керемет. Алдында ең бірінші арпа шашқан болатынмын. Арпа онымен шықпай жатыр еді. Енді міне қазір біреуін көрсетейін. Содан кейін барып су істегеннен міне ол арпа. Арпаны да бидайға жапырағы ұқсайды, бірақ бұнікі кішкене мыналары ашылған түрде болады. Ана ненікі бидайдікі кішкене жіңішкелеу болады. Міне бидайдікі, арпалардікі мынандай ұзын болады. Өте пайдалы тауықтарға, жұмыртқа туып жатқан тауықтарға тем более. Сол себептен енді бұларды әзірге алмаймын. Алсам өспей қалады, сол себептен алмаймын. Мынаның ішіне былтырғы алдында жеп қойғаннан қалғаны бар, және де қайттан жаңадан еккендерім бар. Жайлап шығып, кішкене күн жеткізіп көрмей тұрмын, ана жақ қарай қоймасам. Жылыжайға келетін болса, жылыжайды биыл енді мен барлығына терезе сатып алған болатынмын. Жыл сайын мешок бестеу, кейбір жерде мешок бестелген енді. Жыл сайын мешок сатып алу енді қанша дегенмен шашат жібереді. Ол ақша тұрған ештеңе емес. Істеудің өзі уақыт алады. Сол себептен биыл терезелер алып, терезелеріміз істедік, бірақ аралары кішкене ашыңқырап қалып тұр. Сол себептен енді қар жаңбыр кіріп жатса бұндай етпес деп ойлаймын. Былай қарағанда әйтеуір жылы. Енді қалған бір ашық жерлер қалды, сол жерлерді бітеуім керек.